Су жыланның адамға ешқандай зияны жоқ. Бұл жылан көбінесе ұсақ су жануарлармен қоректенеді. Көбінесе балықтармен, бірақ егер сәті түссе ұсақ кеміргіштермен де қоректеніп қалуы мүмкін, тышқан сияқты. Ал енді топтасып жатқан жағдайы, ол қазіргі таңда олар қыстауға дайындалып жатқан өздерінің сондай табиғи процесс деп айтуға болады. Қыстауға олар осылай топ-топ болып дайындалып қыстауға кетеді. Яғни кейбір топтарда ғылыми мәліметтерге сүйенсек 200 бас жыланға дейін жиналуы мүмкін. Адамға ешқандай зияны жоқ, себебі ол усыз жылан, және соңғы кезде дератизация өтіп бастады Ақтау қаласында, яғни кеміргіштермен күресу, егеуқұйрық тышқандармен. Бұл су жыланына да әсері тиюі мүмкін, егерде ол уланған кеміргішті жейтін болса. Ешқандай бұл жерде мәселе жоқ, себебі бұл табиғи сондай құбылыс болғаннан кейін оған түсіністікпен қарау керек, және ол жыландарды өлтірмеуге шақырамын, себебі ол біздің Каспий теңізінің тазалығының индикаторы болып табылады. Бұрыннан бар, бұрыннан көп байқалмайды, бірақ қазіргі таңда сондай бір табиғи құбылыс болып тұрады, яғни саны көп мөлшерде жиналатын кездер болады. Оны енді нақты неліктен екенін анықтау үшін арнайы зерттеулер жүргізу керек.